Бізде қандай проблема? Өткенде біз енді былай сұраймыз ғой, сөйлесеміз. Бізде мақсат жоқ көп адамда. Енді қазір сұрасам бәрі қол көтереді. Былай айтайықшы, хорошо, честный болсын. Кімнің мақсаты бар? Былай сөйтіп айтайықшы. Өйткені қинамайық, өзіміз қинамаңыздар. Жалпы бар ма? Бар, жоқ па? Жоқ, солай. Қиын. 90% адамда мақсат жоқ. Ол нормальный. Өйткені мақсат деген қиын нәрсе. Ол мақсат деген кәдімгідей бір өнім ғой, маған істеймін деген сияқты ғой. Екіншісі жетістігі жоқ. Бізде қазір сілкісең, былай қарасаң дипломы бар, қызыл дипломы бар, білері бар, ағылшын үйренген, сілкісең дұрыстап ағылшынша білмейді. Сілкісең дұрыстап түркше білмейді. Бізде лицейде оқыған балаларда. Сілкісең қазақша, сілкісең орысша білмейді. Өйткені бір жігіт маған ақыл айтып отырды, Қуаныш, ана бүйту керек, Абайдың кітабын оқу керек, шариғат бойынша өмір сүру керек деп. Қарасам, сол шариғат бойынша өмір сүру керек деген ішінде 18 қате бар ғой. Ақыл айтамыз ғой бәріміз. Бірақ жоқта грамотность деген әңгіме жоқ. Өйткені неге? Былай, жетістік деген айтпай қойшы, ақшамен санамай қойшы. Мысалы үшін там IELTS-тан кім 7 балл алды? IELTS-тан 7 балл алған бар ма? Ағылшын тілінен. Ағылшын тілін бәріміз үйреніп отырмыз ғой сол ақыры. Орыс тілінен білмеймін. Бізде жетістік деген аз. Бәрімізде емес, көбімізде. Бай, конечно, ақшалай бар шығар, но бүйтіп жеме-жем келгенде. Үшіншісі мотивация жоқ. Бізде жалпы маған көп адам келеді, 80% айтатын әңгімесі, Қуаныш аға, маған мотивация беріңізші дейді. Маған пауэр беріңізші десе сенемін де, мен мотивация беріңізші десең, мен бере алмайсың да, ол бар или жоқ. Нәтижесі қандай? Кеше тағы да біз бұдан бәрі біз неден опростан алынған әңгімелердің бәрі Инстаграмға біреуге саяхатынан түскен фотоларды лайк басу деген жазып дейілдір. Ана өзі бара алмайды ғой. От ең жаман период, жалпы қыздарда да балаларда жазғы период, достардың бәрі кетеді бір жаққа. Или қыста Таиландқа барады, жазда Турцияға барады. Өзі бара алмайды, сәл біртүрлі барғың келіп тұр, желание бар. Возможность жоқ, уақыт демейді деп айтады оны. Уақыт бар ғой негізі, бірақ сондай болып қалады. Бизнесте сәтсіздік. Бизнесте сәтсіздік болды да, Құдай бұйырмады, Алланың қалауы болмады, тағдыр жазбады деген әңгіме болады. Қарызға белшеден бату деп жаздырды. Кредит. Өткенде бір қыз жазады маған, Қуаныш аға, 17 мың теңге айына кредитім бар еді деп санап көрсем 150 мың теңге екен кредиті. Соны маған төлеп беріңізші дейді. Жарайды жаным дедім, молодец, сен жұмыс ақшылығың келіп жатыр екен. Кел бізге жұмыс жаса, не істей аласың? Аға, мен жас кезімнен тұрмысқа шығып кеткенмін, ажырасып кеттім, мен түк жасай алмаймын. Кел онда посудомоечница бол, 72 мың теңге айына айлық аласың, 15 күн жұмыс істейсің. Жоқ, Алматыға бара алмаймын, тұратын жерім жоқ. Жарайды, мен тұратын жерді реттеп берейін. Жоқ, мен әке-шешем бар, соны қараймын. Бере сал деп тұр ғой, не үшін береді деген сияқты әңгіме. Кредит деген бәрінде бар. Арманнан үрку. Елдер армандаудан қорқады да, айта алмайды. Кейбір адамдар бар, арманнан қорқады. Турцияға барып оқисың, анақа барып оқисың, қорқып кетеді, өзінің арманынан өзі қорқады. Неге? Жаңа үш нәрсе болмаса, конечно, солай болады. Сенбейді ғой ештеңке. Бір жігіттер болған, не қылды? Біз жалпы үміткерлерді де көріп жатырмыз қазір реалити шоуда. Арман деген мысалы Румиға келеді, 5 миллион теңге айлығы бар, 5 миллион бонус, 10 миллион теңге ма? Жеме-жем келген кезде сол жауапкершіліктен қорқатын адамдар кейде. Арманнан қорқып, өзі келген армандап, бірақ содан қорқып кетеді. Арманға жетуге не кедергі деген сұрақты қойдық, үш нәрсені айтты бізге. Бұл Инстаграмның айтушылары. Бұл үш нәрсе айтыңыздар дедім де, үш кедергі не деп? 81%-інде жалқаулық болды. Бұл бірінші, екінші, үшінші орын. Кейбір адамда үшеуінде де сол тұр. 67%-інде ақша жоқ дейді. 36-ында таныс жоқ дейді. Бұл елдерінің айтуы бойынша. Мынандай бір сұрақ туындамас, мынан бәрін қосып 100%-дан асып кетеді ғой деп. Онда емес, үш сұрақ болды, әрқайсысының ішінен болды. Антикейс, Айна ханым, бізде Румида жұмыс жасайды. 3 баласы бар, тұрмыстарын бұзылып атады ғой. Жалпы ажырасқан, жалпақ тілмен айтқан кезде 3 баласы бар. Примерно бұл адамды сызып керек қой қоғам, обычно. Біздің ойымызда. Бірінші өз адам сызып тастайды, өзінің ойында. Бір баламен ажырасып кеткен адамдарды өткенде көргенмін, напрягать сызып қалғанда. Үшеу, 3 баласы бар. Бірақ бұл кісі бізде жұмыс жасайды. Астындағы суреті неде? Испанияда кеше неге жүзіп келді. Ocean Man деген бар, 5,5 километр. Ақша енді айлығы определенный ғой, енді 3 балаға деген қанша ақша керек? Қанша болса да жетпейді ғой. Келісті.
Кастур деген компаниямен. Барып келді, подписчиктері бар. То есть в итоге ақша берген жоқ, барып келді, таныс жоқ. Жалқау емес, міне